Миллионер өзі жаңадан сатып алған сәнді мейрамхананы тексеру үшін кедей кейпіне еніп, жасырынуды ұйғарады. Өз қызметкерлері тарапынан еленбей, қорлық көрген ол, жарқыраған шамдардың артындағы суықта әділетсіз ортаны байқайды. Бірақ қарапайым бір қызметкер күтпеген қадамға барып, оны аштықтан құтқару үшін өзінің түскі асын ұсынады. Оның бұдан кейінгі іс-әрекеті бәрінің тағдырын өзгертіп, мейірімділікке толы бұл сәтті ұмытылмас оқиғаға айналдырады. Бейсенбі таңы Алматы аспанын сұрғылт тартып атырды. Қала өзінің жасынан үлкенірек көрінетіндей, төмен түскен бұлттар Әл-Фараби даңғылындағы зәулім ғимараттарды ұмытылған қысқы көрпедей жауып тастаған. Ербол Қасымов таңғы 5:40-та оянды. Бұл оның күнделікті әдеті еді, бірақ бүгін күнтізбесінде ешқандай жиналыс, ұшу немесе бейне қоңырау белгіленбеген. Оның орнында аудит тобы жайлау мейрамханасы туралы есепті қолына ұстатқалы бері апталап іштей пісіріп келген жоспары тұрды. Ол Самал ықшам ауданындағы пәтерінде төсегінің шетінде біраз отырып, шкаф есігінде ілулі тұрған костюмге қарады, бірақ оны киюге еш зауқы болмады. 45 жасында Ербол ата-анасы тіпті армандап көрмеген байлыққа қол жеткізген. Қасымов Инвест холдингі 11 мейрамхана желісін, 4 қонақ үйді, 2 тұрғын үй кешенін және Алматы мен Шымкент өңірлерін қамтитын сусындар дистрибьюторын басқаратын. Оның есімі бизнес журналдардың тізімінде жүретін, суреттері кәсіпкерлік туралы сұхбаттарда жарияланатын. Ол бөлмеге кіргенде ауыз ашпай-ақ айбыны сезілетін адамдардың санатынан еді. Соған қарамастан, ол сол күні шкафтың төменгі жәшігін ашып, түсі оңған джинсы шалбарын, суреті өшіп қалған ескі жейдесін және неге сақтап жүргені белгісіз тозған кроссовкасын шығарды. Қырынбады. Шашына гель жақпады. Жуынатын бөлмедегі айнаға ұзақ қарап, өзін бірден тани алмады, оған керегі де осы еді. Жайлау мейрамханасы Көктөбе бөктеріндегі қайта жөндеуден өткен зәулім ғимаратта орналасқан. Бұл кірпіш қабырғалар мен сарғыш жарығы арқылы ешкім қарсылық білдірмейтіндей, 2 адамдық кешкі асқа 100 000 теңге сұрайтын орындардың бірі болатын. Ербол бұл мекемені 6 апта бұрын топтың кеңею жоспары аясында сатып алған еді, бірақ қаржы директоры Фариза үстеліне қойған есеп келіссөздердің бағытын өзгертті. Құжатта заңсыз ештеңе жоқ еді, кем дегенде аудит дәлелдей алмаған. Бірақ онда Ербол өз бизнесінің мүлдем мұндай болғанын қаламайтын қисық айнадай көрініс сипатталған. Қызметкерлерге күнделікті көрсетілетін қорлықтар туралы мәліметтер. Клиенттердің сыртқы келбетіне қарап елемеу. Бауыржан Датқаев есімді менеджердің залдағы үстемдігімен таныс тамырлыққа жол беруі жұмыс ортасын үнсіз миналанған далаға айналдырған. Ішкі шағымдар жауапсыз қалып, мұрағатқа кеткен. Өнім берушілермен күмәнді келісімдер жасалған. Осының бәрінің ортасында мейрамхананың сыртынан клиенттерге көрінбейтін, бірақ ішін жегідей жеген зең іспетті мәдениет орныққан еді. Ербол ресми түрде басқаруды қолға алып, өз командасын қоймас бұрын, бәрін өз көзімен көруді ұйғарды. Есептер арқылы емес, камералар арқылы емес, корпоративтік тілмен сүзілген куәліктер арқылы емес. Кез келген тегі жоқ, картасы жоқ, броны жоқ қарапайым адам ретінде есіктен кіріп, өз көзімен көруі керек еді. Ол пәтерінен жаяу түсіп, жүргізушісі дайындап қойған көліктен бас тартты да, метро станциясына қарай 7 орам жаяу жүрді. Метро мен Абай станциясына дейін барып, Достық даңғылы мен қолын қалтасына салып, тегіс емес жолмен жүріп келе жатты. Жанынан набайхана, газет дүңгіршегі, мектептен шыққан оқушылар өтіп жатты. Ешкім оған бұрылып қарамады. Ешкім жол беру үшін қадам баспады, ешкім танымады. Ол миллиондаған тұрғыны бар қаладағы ең қарапайым, ескі киімді орта жастағы адам ретінде көзге көрінбейтін еді. Жайлаудың қарапайым маңдайшасы бар кірпіш ғимаратының алдына келгенде, ол бір сәт кідірді. Сағат таңғы 11:30 еді, мейрамхана түскі асқа 12-де ашылатын. Сыртында сарғыш тенттердің астында 2 қызметкер үстелдерді реттеп жүр екен. Соның бірі Ербол жаққа 1 секунд қарап алып, ешқандай эмоциясыз өз ісіне қайта кірісті. Есік ашылғанда, Ербол тротуарда жиналған кезекпен бірге кірді. Зал өте әдемі еді, мұны мойындау керек. Төбесі биік, қара ағаш бөренелері бар, үстелдер бежевый зығыр дастархандармен жабылған, хрусталь люстралардың құны бүкіл ұжымның жарты жылдық жалақысынан қымбат шығар. Қабырғада шарап тізімі жақтауға салынған. Жайлы аспаптық музыка естіледі. Адамдар өздерін сыртқы әлемнен әлдеқайда жақсырақ әлемде жүргендей сезінетін жер.
Ол бос үстел іздеді. Жұмыс басталған кезде бос орындар көп еді. Ақ жейде киген даяшы 2 метрдей жерде майлық салғышты түзеп жатты. Ербол күтті. Даяшы ісін бітіріп, залға бір қарап алды да, Ерболмен тіпті жанары түйіспестен асүй жаққа кетіп қалды. Ол бұрыштағы ішкі бақшаға қарайтын терезенің жанындағы үстелді таңдады. Отырды, күтті, 2 минут, 3 минут. Бір даяшы қыз бокалдар салынған подносты алып басқа үстелге бара жатып, оның жанынан кідірместен өтіп кетті. Екінші даяшы қыз асығыс басып залды кесіп өтті. Ол бұрыштағы үстел мүлдем жоқ сияқты тіке қарап кетті. Сол арада Ерболдан кейін келген 4 кәсіпкерді күлімсіреп қарсы алды. Мәзірді дереу ұсынды. Даяшы басын иіп судың түрін сұрап жатты. Ерболдың қасындағы үстелге жайғасқан сәнді киінген жұпқа 90 секундқа жетпей қызмет көрсетілді. Ербол зығыр дастарханға қолын қойып, үнсіз бақылап отырды. Ол таңғалған жоқ. Есеп оны бұған дайындаған еді. Бірақ бір нәрсе туралы оқу мен қонақжайлық сататын жерде сені әдейі елемеудің салмағын сезіну екі бөлек нәрсе. Бұл асығыстық немесе ұмытшақтық емес, біреуді көрмеуді саналы түрде таңдау еді. 10 минут өтті. Мәзірде бір стақан суда, жылы сөзде жоқ. Сол кезде асүйдің есігі ашылып, ашық түсті алжапқыш киген жас қыз залды кесіп өтті. Ол кішкентай поднос ұстап, әрбір сантиметрді жақсы білетін адамның нық қадаммен жүріп келе жатты. Шашы төбесіне түйілген, жүзінде қаталдық емес, ісіне деген зор зейін байқалады. Ербол отырған бұрыштан өте бергенде, ол жылдамдығын бәсеңдетті. Тоқтады, басын бұрып, оған басқалардан өзгеше қарады. Ол киіміне баға бермеді, ескі кроссовкасын немесе қырынбаған бетін тіркемеді. Ол Ерболдың жүзіне мұндай ортада сирек кездесетін тікелей назармен қарады. Ол қолындағы подносын түсірместен үстелге жақындап, оған ешкім қызмет көрсетпегенін биязы дауыспен сұрады. Ербол жоқ деп жауап берді. Қыз залға бір қарады. Оның жүзінен реніш пен шешімталдық қатар байқалды да, қайтадан Ерболға бұрылды. Ол жай ғана хаттама үшін емес, шын жүректен кешірім сұрады. Қазір мәзір әкелетінін және біреу келіп қызмет көрсететінін айтты. Ол бар стойкасына қарай кеткенде Ербол артынан қарап қалды. Ол басқаша еді. Оның ерекшелігі тек сыпайылығында емес, оның артында тұрған нәрседе еді. Ол басқалардың қателігін көріп, оны ешкім сұрамай-ақ түзетуге дайын тұрды. Бәрі теріс қарауды үйренген бұл үйде, ол тіке қарауды үйренген екен. Ол мәзірді алып келіп үстелге қойды да, тапсырыс бергенше газды немесе газсыз су ішетінін сұрады. Алжапқышындағы кішкентай тақтайшада есімінің жанында гүлдің суреті бар, Лаура деп жазылған. Ербол мәзірді ашты. Бағалар белгілі, бір негізгі тағамның құны ең төменгі жалақы алатын адамның 2 күндік еңбегімен тең. Ол сандарға ұзақ қарап қалды да, басын көтергенде Лаураның әлі де күтіп тұрғанын көрді. Ол сөздерін салмақтап, баяу сөйледі. Бағаларға қарап отырғанын, шын мәнінде бұл тағамдардың ешқайсысына ақшасы жетпейтінін айтты. Соңғы күндері жағдайы мәз емес екенін, және шыны керек, қатты қарны ашқанын жеткізді. Мейрамханада мүмкін бүгінгі асүйден қалған бірдеңе бар шығар деп үмітпен сұрады. Залдағы адамдардың гүрілі мен бокалдардың сыңғыры жалғаса берді. Хрусталь люстралар төбеге алтын түсті сәуле шашып тұрды. Оның сөздері ауада біраз уақыт ілініп тұрғандай болды. Лаура көзінде тайдырмады. Шегінбеді. Ыңғайсызданып жан-жағына қарамады. Ол 2 секунд ойланып тұрды да, не істей алатынын көрейін деп кетіп қалды. Лаура 29 жаста еді. Ол тегі белгілі, мекенжайы жақсы немесе банкте ақшасы бар адам болмаса, бұл дүние оңай жол ұсынбайтынын ерте түсінген. Ол Алматының шетіндегі шаңырақ жақтағы 2 бөлмелі кішкентай үйде өскен. Анасы шоттарды төлеу үшін таңға дейін тігін тігетін, ал әкесі толқын сияқты бір көрініп, бір жоғалып кететін. Анасы кеш келетін болғандықтан 12 жасында сіңлісіне тамақ дайындауды үйренген. 15-інде жұмыс істей бастады, себебі ақша ай соңына жетпейтін. Ауырса да күлімсіреуді үйренді, өйткені қызмет көрсетушіден соны күтетін. Ол кез келген істі соңына дейін абыроймен істеуді жөн көретін. Жайлауда ол 2 жылға жуық зал көмекшісі болып жұмыс істеді. Бұл іс жүзінде ешкім істегісі келмейтін шаруаларды атқару деген сөз, үстелдерді дайындау, асүй мен зал арасында хабар тасу, даяшыларға көмектесу. Ол ресми даяшы болмаса да, қызмет көрсетудің қыр-сырын бәрінен артық білетін.
Ол ас үйге қайтып келгенде түскі ас басталуына 20 минут қалған еді. Шыңғыс аспаз соңғы тағамдарды реттеп жатты. Лаура қызметкерлердің асына арналған сөреге барып, өзіне бөлінген тамақты тексерді. Күріш, дәмдеуіштер қосылған үрме бұршақ және қуырылған тауық еті. Қарапайым, жылы, тойымды. Ол табаққа бір сәт қарап тұрды. Залдың бұрышында отырған көздерінде мұңы бар әлгі адамды ойлады. Оның жүзінде Лаура елемей өте алмайтын бірдеңе бар еді. Бұл мұқтаждықтың үнсіздігі еді. Лаура мұндай күйді басынан талай өткерген. Төленбей қалған шоттар, аштықтан да ауыр соғатын намыс, көмек сұрағандағы ауыр үнсіздік. Ол табақты алып, суып қалмау үшін бетін екінші табақпен жапты да, аспазға бүгін түскі ас ішпейтінін айтып, ешкім сұрақ қоймас бұрын залға қарай тез басып кетті. Ербол оның келе жатқанын көріп, үндемей қалды. Ол қыздың соншалықты тез оралатынын күтпеген еді. Тіпті ештеңе әкелмейді-ау деп ойлаған. Лаура табақты зығыр дастарханның үстіне ақырын қойып, бетін ашты да, бұл оның өз түскі ас екенін, оны оған беруді жөн көргенін сыбырлап айтты. Егер біреу сұраса, ақысын төлеп қойдым деп айтыңыз деді. Қасына бір стақан су мен майлы қойды. Ербол оған үнсіз қарап қалды. Ол үшін өзі аш қалатынын айтты. Лаура оған өзін аямайтын, мақтау күтпейтін нық жанармен қарады. Ол аштықтың не екенін білетінін, аштық өтіп кететінін, бірақ ар-ұяттың мазалауы кетпейтінін айтты. Сондықтан істемеген ісіне өкінгенше, қазір дұрыс қадам жасағанды жөн көретінін жеткізді. Өз есімін қарапайым ғана айтты. Тамақтың ыстық екенін ескертті. Сөйтті де, ешқандай алғыс күтпестен, артына бұрылмастан жұмысына қайта кірісті. Ербол қолына қасықты алып, бір сәт кідірді де тамаққа кірісті. Ол асықпай жеді. Жеп отырып, айналаны бақылады. Екі даяшының оған қарап, жымысқы күлкімен бірдеңе деп сыбырласқанын көрді. Ескі киімді тағы бір қария кіргенде, бір қызметкердің оған сәлемде бермей, мәзірде ұсынбай өтіп кеткенін көрді. Ол қарияның үнсіз күтіп отырғанын көрді. Сол кезде Бауыржан Датқаевты көрді. Менеджер елулердегі кезінде спортшы болғанға ұқсайтын, бірақ қазір тек өзін көрсету үшін жүретін адам екен. Оның әр қадамы мұнда бастық менмін дегенді айтып тұрғандай. Ол бай кәсіпкерлермен қол алысып, сатушының күлкісімен амандасты, шеттегі жұпқа иіліп қызмет көрсетті, бірақ Ербол отырған үстелге бірде-бір рет бұрылып қарамады. Бұл айналы басқару еді, Ербол мұны бірден түсінді. Менеджер ұжымды сөзбен емес, іспен үйреткен. Кімге назар аудару керек, кімді елемеу керек екенін көрсеткен. Залдағы кемсітушілік кездей соқтық емес, бұл жүйелі саясат еді. Лаура залда анда-санда көрініп қалып жатты. Ол үнемі бір шаруамен жүр. Ербол оның қарт клиентке шыдамдылықпен түсіндіріп жатқанын, жерге түскен стақанды біреу сүрінбей тұрып жинап алғанын, жаңа келген қызға көмектескенін көрді. Ол басқалар сияқты жасанды күлімсіремеді. Оның күлкісі тек себеп болғанда ғана шығатын, және ол табақтағы ыстық тамақ сияқты шынайы еді. Ербол тамағын ішіп болған соң, үстелге бүктелген қағаз қалдырып кетті. Қол қоймаған. Тек үлкен рахмет. Бұл мен үшін қаншалықты маңызды болғанын білсеңіз ғой деп жазылған. Ол көшеге шығып, метроға бет алды. Бірақ сол күні үйіне оралған Ербол таңертең шыққан Ерболдан өзгеше еді. Ол соңғы 15 жылда бетоннан, келісімшарттардан империя құрған. Адамдарды техникалық қабілетіне берген нәтижесіне қарап бағалауды үйренген. Ал мұнда өзі сатып алған мейрамхананың ұмытылған бұрышында, ешқандай есепте аты аталмаған жас қыз әлемдегі ең қарапайым әрі ең сирек нәрсені жасады. Бәрі елеусіз мәселе деп қараған жерден ол адамды көрді. Сол түні Ербол пәтеріндегі кабинетінде кешке дейін отырды. Жайлау есебін қайта ашты, бірақ бұл жолы сандарды оқымады. Қызметкерлердің шағымдарына, мінез-құлық жазбаларына үңілді. Шағымдардың бірінде менеджердің шешіміне қарсы шыққан бір қызметкер туралы айтылған екен. Оның есімі Лаура Сапарбаева. Ол түнгі 11-де компьютерін жауып, ертең тағы барамын деп шешті. Менеджерді бақылау үшін емес, дәлел жинау үшін емес. Ол әлгі қыздың жүзіндегі ерекше бір нәрсені ойлауын тоқтата алмады. Бұл тек сұлулық емес, бұл адамның ісі мен сенімі бір жерден шыққанда болатын сирек кездесетін тұтастық еді. Ерболдың айналасы тек пайда мен ыңғайлылықты ойлайтын адамдарға толы болғандықтан, мұндай адамды жолықтыру ол үшін өте құнды болды.
Келесі бейсенбіде Ербол жайлауға қайта келді. Сол ескі киім, сол кроссовка. Есіктен кіріп ешкіммен амандаспастан баяғы бұрыштағы үстелге барды. 3 минутта күткен жоқ. Ас үйдің есігі ашылып, Лаура шықты. Оның жанары бұрышта отырған Ерболға түскенде, жүзінде жылы күлкі пайда болды. Ол жақындап келіп, сізді қайта келеді деп ойлап едім деді. Ербол да солай ойлағанын айтты. Алғаш рет ол шын жүректен күлді. Залдың арғы жағында Бауыржан Датқаев оларды бақылап тұрды. Қолын айқастырып, суық жанармен қарап тұрған ол бұл көріністі ұзақ бақылады. Қызметкер қыз бұрыштағы қайыршыға ұқсайтын адамға күлімсіреп, екеуі шүйіркелесіп отыр. Менеджердің жүзі қатуланып кетті. Ол үнсіз бұрылып кетті. Бұл әңгіме 10 минутқа да созылмаған шығар, бірақ ол адамның санасында ұзақ сақталатын әңгіме. Лаура жұмысынан қалмау үшін аз ғана уақыт бөле алды, бірақ Ерболдың тыңдау мәнері оны кідіртті. Ол жай ғана кезек күтіп отырған жоқ, ол шын ықыласпен тыңдап отырды. Ол өзі туралы аз ғана айтты. Осында 2 жылдан бері жұмыс істейтінін, жұмысын жақсы көретінін жеткізді. Алматы адамнан көп нәрсені талап ететін, бірақ дұрыс қарай білсең, қайтарымы да болатын қалай екенін айтты. Ербол мұнымен келісті. Ол ас үйге оралғанда, аспаз оған күдікпен қарады. Лаура жай ғана үстелді тексердім деді де, өз ісіне кірісті. Түстен кейін жұмыс қарбалас болды. Лаура сағат 10-да жұмыстан шығып, автобусқа отырды. Тұрып келе жатып терезеден қала шамдарына қарады. Ол Софияны ойлады. Қызы наурызда 8-ге толған еді. Оның шашы Лаураныкіндей, ал көздері әкесінікіндей үлкен әрі қара. Әкесі Әлихан 3 жыл бұрын ешқандай хабар ошарсыз кетіп қалғаннан бері, София үнсіз бейімделу кезеңінен өтті. Ол 6 айдан кейін әкесін сұрауды қойды. Ұмытқандықтан емес, бұл сұрақтың анасына қаншалықты ауыр тиетінін сезгендіктен. Бұл Лаураның жүрегін ауыртты. София мектепте оқитын, математикадан жақсы, бірақ дене шынықтыруды ұнатпайтын. Ол үнемі сурет салатын. Бақшасы бар үйлерді, өзі ат қойған ерекше гүлдерді салатын. Ақгүл оның барлық суреттерінде үйдің кіреберісінде міндетті түрде болатын. Лаура үйіне түнде жетті. Ол орбита жақтағы 2 бөлмелі пәтерін үнемі таза ұстайтын. Көршісі Күләш апай Софияға қарап отырған екен. Қыз ұйықтап қалыпты, құшағында сурет дәптері. Лаура қызының бөлмесіне кіріп, дәптерін алды да, жарықты өшіріп шығып кетті. Жұма күні ол әлгі адамды ұмыта бастағанда, мейрамхана есігі ашылып, Ербол кіріп келді. Сол киім, сол кроссовка. Лаура оны бірден көрді, және жүрегінде бір жылылық сезілді. Бұл жолы зал толы еді. Жұма күні түскі ас кезінде мейрамхана өмірі қызып тұрды. Ербол баяғы бұрыштағы үстелге барып отырды. Лаура 2 минутқа жетпей жанына келді. Бұл жолы әңгіме ұзағырақ болды. Ербол басынан өткен қиын кезең туралы, адамның қорғанышынан айырылғанда ғана көп нәрсені түсінетіні туралы айтты. Лаура оны мұқият тыңдап, мұндай кезеңдердің өтпелі екенін, бірақ сол кезде бітпейтіндей көрінетінін айтып жұбатты. Олардың арасында әлі аты жоқ, бірақ бір жақындық пайда болды. Ешқандай контексtsiz ақ мағынасы бар әңгіме. Ол жұмысқа қайтпас бұрын, Ербол оның толық аты жөнін сұрады. Лаура Сапарбаева деді ол. Ербол бұл есімді жаттап алғандай қайталады. Осы сәтте ас үй жақтан Бауыржан Датқаев оларды бақылап тұрған еді. Оның қолында блокнот, жанарында есеп. Ол Лаураның әлгі адаммен сөйлесіп күлімсіреп тұрғанын көрді. Бұл Бауыржанға ұнамады. Бауыржан жайлаудағы орнына 4 жылда жеткен. Ол кіммен дос болу керек, кімді жою керек екенін жақсы білетін. Лаура ол үшін баяғыдан бері көз түрткі еді. Ол жұмысына тым адал болғаны сонша, басқалар оның қасында нашар көрінетін. Оның үстіне, Лаура бір рет жұмыс кестесіне қатысты шағымданған болатын. Бауыржан оны ұмытпаған еді. Ал енді ол бейтаныс адамға тамақ беріп, онымен шүйіркелесіп тұр. Бауыржан үшін бұл мүмкіндік. Ол кеңсесіне барып, қызметкерлердің тамақтану жүйесін тексерді. Бейсенбі және жұма күндері Лаураның асы ас үйден шыққан, бірақ жүйеде оның ішкені туралы белгі жоқ. Бауыржан компьютерін жауып жымиды. Ол керегін тапты. Сол күні сағат 4-те Лаураны менеджердің кеңсесіне шақырды. Бауыржан оны сабырлы дауыспен қарсы алды.
Ол тамақ ішу жүйесіндегі олқылықтар туралы, залдағы тәртіп туралы айта бастады. Мүлік, жымқыру деген сөздерді қолданды. Лаура оған тіке қарап тұрып, өз асын мұқтаж адамға бергенін, өз үлесін қалай қолданатынын өзі білетінін айтты. Бауыржан оның сөзін бөлмеді. Сосын жай дауыспен, бірақ сеспен оның асырайтын қызы бар екенін, жұмыстың маңызды екенін айтып, ескерту жасағандай болды. Сөйтті де оны 3 күнге жұмыстан шеттететінін айтты. Ешқандай ресми құжатсыз. Жалақысын кесіп тастап. Лаура кеңседен шығып, заттарын алды да мейрамханадан кетіп қалды. Артына бұрылып қарамады. Сыртта күзгі күннің шуағы төгіліп тұр еді. Ол терең тыныс алды. Жылаған жоқ. Жылайтын уақыт түнде София ұйықтағанда келеді. Қазір ол тек алға қарай жүрді. Сол түні Лаура Софияның қасында отырып, алдағы күндерді ойлады. Пәтерақыны төлеу керек, Софияның дәрі-дәрмегі бар. Оның бүйрегінде ақау бар екені 3 ай бұрын анықталған. Дәрігер келесі тексеруден кейін қымбат процедура қажет болуы мүмкін екенін айтқан. 3 күндік шеттету үлкен мәселе емес, бірақ төленбейтін жалақы соққы. Бауыржан ешқандай із қалдырмай оны тығырыққа тіреді. Лаура дәптерін алып, есептей бастады. Жинаған аздаған ақшасы пәтерақыға жетеді. Мектепке кешіктіріп төлеуге болады. Дәріні әлеуметтік дәріханадан алуға болады. Ол іштей тынышталды. Қиын жолдар бір қадамнан басталатынын ол жақсы білетін. Келесі күні таңертең Ербол Қасымов Әл-Фараби даңғылындағы кеңсесінде отырып, жайлау есебін тағы да ашты. Ол Лаура Сапарбаева туралы жазбаларды тапты. Оның 2 жыл ішіндегі жетістіктері мен Бауыржанның оған жасаған қысымдарының ізін көрді. Ербол қаржы директорына хабарласып, соңғы 1 жылдағы жайлаудың барлық шығындарын тексеруді тапсырды. Кешке қарай оның алдында 3 үлкен заңсыздық тұрды. Сүт өнімдерін жеткізушінің бағаны 22-ға көтеруі, шарап жеткізушінің көрсетілмеген қызметтер үшін шот ұсынуы және техникалық жөндеуге 2 рет ақша төленуі. Барлық құжатта Бауыржан Датқаевтың қолы тұр еді. Бұл кәдімгі жемқорлық. Бірақ бұл нақты дәлел. Ербол заңгеріне хабарласып, Бауыржанды жұмыстан шығару туралы құжаттарды дайындауды тапсырды. Келесі күні таңертең Ербол Қасымов ең қымбат костюмін киіп көлігімен жайлауға келді. Ол есіктен кіргенде, баяғы даяшы оны бірден танып, иіліп есік ашты. Ербол оған қарағанда жоқ. Тікелей менеджердің кеңсесіне бет алды. Бауыржан телефонмен сөйлесіп отырған еді. Ербол кіріп келгенде, ол басында бос емеспін демекші болды, бірақ Ерболдың түрін көріп, сөзі аузында қалды. Оның киімі, айбыны Бауыржанды бірден басып тастады. Ербол өзін таныстырды. Жайлаудың иесі екенін айтты. Соңғы күндері мұнда жасырын келіп, бәрін бақылағанын жеткізді. Бауыржанның түсі бұзылып кетті. Ол ақталуға тырысты, бірақ Ербол оның алдына заңсыздықтар туралы құжаттарды қойды. Сондай-ақ Лаура Сапарбаеваға қатысты жасаған заңсыз әрекетінде атап өтті. 10 минуттан кейін Бауыржан Датқаев жұмыстан қуылды. Ербол залға шығып, бүкіл ұжымды жинады. Ол өзінің кім екенін, не көргенін айтты. Мұндағы кемсітушілік мәдениеттің бұдан былай болмайтынын, әрбір клиентке тең дәрежеде қызмет көрсетілуі керектігін нықтап айтты. Сосын ол Лаураға хабарласты. Лаура телефонды алғанда Ербол өзін таныстырды. Ол баяғы бұрыштағы үстелде отырған адам екенін айтты. Лаура үнсіз қалды. Ербол оған мейрамхананың бас менеджері болуды ұсынды. Оның бойындағы адамгершіліктің, батылдықтың бұл мекемеге ауадай қажет екенін айтты. Лаура басында таңғалды, өзінің тәжірибесі жоқ екенін айтты. Бірақ Ербол оған сенетінін жеткізді. Сондай-ақ, Софияның еміне көмектесетін сақтандыру пакетін ұсынды. Лаура келісті. Ол бұл жұмысты жақсы атқаруға уәде берді. Арада бірнеше ай өтті. Жайлау мейрамханасы Алматыдағы ең жылы, ең қонақжай орынға айналды. Мұнда адамдарды киіміне қарап қарсы алмайтын болды. Ербол мен Лаураның қарым-қатынасы да жұмыстан асып түсті. Олардың арасында шынайы сезім пайда болды. Ербол Софиямен де тіл табысты. Бір күні кешке олар Көктөбеде серуендеп жүргенде, Ербол Лаураға үйлену туралы ұсыныс жасады. Лаура иә деді. Олардың тойы Лаура армандағандай бақшасы бар үйде өтті.
София суреттеріндегідей ақ гүлдер үйдің кіреберісінде жайнап тұрды. Бұл оқиға бір ғана түскі астың бүкіл тағдырды қалай өзгерте алатынының дәлелі. Мейірімділік ешқашан ескірмейді және ол әрқашан қайтарылады. Құрметті тыңдармандар, Ербол, Лаура және Софияның оқиғасы жүректеріңізге жылу сыйлады деп сенеміз. Егер бұл оқиға ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше,